Салам, бро. Мен үшке де саламайм, сен лайк басып мені арнама тіркелмесең мүмкін есің. Себебі тегін робокстан айырыласың. Қалжыңды достар. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Рокси. Бүгін біз сатушы нөмірін ары қарай жалғастыратын боламыз достар. Мен өз магазин жауып тастаған болатын видео бастамастан бұрын достар. Енді біз дейтін не істейміз? Тек клиент күтеміз. Бірақ біз ол скучно кетеді. Сол үшін басқалардың бір магазиніне барамыз достар. Достар, Деу Магнумда тым да жоқ. Тым достар. Еще. Мен яқты ұрышыма жоқ достар, жай екен. Кеттік біз өзімізгіне барайық. Біреу дұрыстағанша ебірінші өзің дұрыста демекші. Біз өзімізге барлық. Кеттік та. Өзейтін клиенттер жиналып қапты достар. Енді біз кішкене күте тұрамыз. Біз енді жай ғана кассирміз. Ұрлықшылар көрініп тұрған жоқ достар. Міне, достар, видео бастамастан бұрын холодильник, чипсы, ойыншықтар, бүткіл конфет, балаларға керек заттар толтырып қойдым. Еш қиыншылық болмау үшін достар. Сатушының өмір деген видеоны көп көрген болатынсыздар. Сол үшін тағы да бір видео түсірілмекші болдым достар. Сол үшін лайк басып кетеміз достар. Енді қатпайды достар. Сол үшін смело лайк баса беріңіздер. Еш қорықпай достар. Давай достар, біз енді кішкене күте тұрамыз. Кішкене саудамыз өтсін деп. Өйткені дейтін сабыр төбе алтын демекші. Біз кішкене күтеміз. Сол үшін барып ақша келеді достар. Достар, вот бірінші саудамыз өтті, енді бірінші емес енді. Осы видеоның бірінші саудасы достар. Мияқ шашпасаңдар, қандай адамсыңдар кішкене. Достар, уборщик алу керек қойыңызшы достар. Өйткені мынау болмайды вообще достар. Достар, ана бала дейтін кетіп қалды. Осақ қана заказдар екен. Достар, көрдіңіздер ме, мәдениет деген. Мына кішкентай баланы үлкен ағаларға өрмеп. Вот это поворот дейді. Қалжың достар, барлығы да қалжың. Кеттік давай. Не алыстар, тез алыңыздар. Мен қазір жұмыс уақытым бітеді демекші. Қалжың достар, барлығы да сіздер үшін. Мен бұл ойынды көп ойнамаймын, тек қана ютубқа салу үшін достар. Барлығы сіздер үшін. Достар, сол үшін. Стоп. Қайда кеттің? Арестован. Бұл достар, міне мынандай ұрлықшы осы ойынды ойнайтын, бірақ ұрлықшы қайсы екен білмейтіндер болса, жаңа көргеніңіздер сол ұрлықшы достар. Андай шляпалардағы достар ұрлықшы емес. Кеттік біз кішкене күтеміз, енді балалардың ойыншығы енді. Енді барлығын білетін шығарсыздар сіздер. Достар, осылар кеткен бойда қазір біз кішкене наяқты не істеп қойғымыз керек достар. Сосын комментарияға жазып кетіңіздер. Мына свечаларды алып тастайсам ба екен, әлде осы ойыннан тұра берсем ба екен. Сосын мен осы жер сатып алайын деп отырмын. Бір жер 1000 теңге жаңа ғана көрдім достар. Мына апа, достар, мына апаға ұқсайды. Осы апа кішкене смелый апа екен. Осындай болып жүріңіздер достар. Осындай болып жүріңіздер достар. Ешқашан мұңаймаңыздар. Кеттік, енді біз не істейміз? Біз енді күтеміз бе әлде? Кеттік достар. Көп зат алмаған сияқты, қараңыздар достар. Барлық орынды толтырудың да қажет жоқ сияқты. 1000 теңге. Ровно 1000 теңге.
Но біз бұны жерге құртпаймыз, себебі жерге құртсақ косякқа кіріп кетеміз достар. Қарызға ұшырап кетеміз достар. Сол үшін кішкене артық ақшаларда қалу керек, болу керек достар. Кеттік, енді біз не істейміз? Вот это поворот. Қараңыздар достар, если сіздер лайк басып, менің каналыма тіркеліп, поддержка берсеңіздер, бізде мынандай магнумға айналамыз. Қараңыздар достар, қандай тема магнум осындай. Бірақ мына жақта менің ғана сурет тұрмайды, подписчиктардың да сурет тұр. Естисіз, қалжың ғой достар. Барлығы да сіздер үшін. Вот. Ассасин 7. Достар, Ассасин 7-ні кім ойнап көріңіздер. Өте күшті ойын деп айта аламын, себебі новый обновленияларды шыққан. Достар, сөйтсем 2 машина бірақ келіпті. Кет, давай, тез. Опа. Стоп, оқшы жоқ па? Бірінші қарап аламыз. Жоқ. Жаңа ғана келген сияқты ғой достар. Еш қыла тұра береміз. Кәне, не алыстыр? Айта беріңіздер. Подписчиктарға 50% жеңілдік. Да, ал 5 подписация көріп отырған адамдарға кішкене жеңілдік болады. Просто 20%-дан аспайды. Ал подписчиктарға смело ала беріңдер. Давай. Ну, что-то мен подписчигіме ұқсамайды. Себебі мен подписчигім дейтін күліп жүру керек қой. Міне достар, мен подписчигіме ұқсайды. Қараңыздар, күліп жүр ғой мен сияқты. Достар, мен де күн сайын Құдайға шүкір күліп жүрем. Сол үшін сіздер де күліп жүріңіздер достар. Вот, менде бір подписчигім алып келіпті, тегін сізге. О, екінші подписчигім келді, сізге де тегін. Кассабын удалить сал, да? Сізге чек бермей қойым, өйткені бұл бәрі тегін. Тегін. Вот, міне звезда подписчигім келді достар. Бұл Нурик деп аталады. Достар, біздің пираттар деген видеомызды көрмесеңіздер, обязательно көріңіздер. Нұрсұлтан екеуміз, Нурик екеуміз пираттар өмірін түсірген болатынбыз онлайн достар. Өте қызық шыққан, көріңіздер достар. Міне, мынау что-то менің қысылып тұр, андай подписация етпеген. Кейбір өшіріп тастайды подписацияны. Кейбір қайттан қосады. Достар, көрдіңіздер. I'm all is open. Да, досым, да, шын айтасың шын. Біздің магазин звезда ғой, звезда. Достар, көрдіңіздер, жарқырап тұр. Мен уже дейтін 3 подписчигім өтті. Ой, бандит достар, міне осындай бандит көрсем ма? Охо, басты. Мен подписчигімнің сумкаларын ұрлайын деп жүр ғой, да? Да, мынау да мен подписчигіме ұқсайды. Досым, мә күлкің керемет екен. Не аласың? Кішкене очередқа тұрғызып. Мынау енді мен подписчигім емес достар. Мен подписчигім қысқасы айтқанда күліп жүреді. Сол үшін әрдайым күліп жүріңіздер. Және де мен арнама лайк басып тіркеліп жүріңіздер достар. Вау! Бұл әріне чутка достар. Мән бермейміз достар. Чутка бізде дейтін көп адамдар келіп кетті. Кішкене магазин жабатамыз достар. Қараңыздар. Қаншама уже не болып кетті, мусор қаншама клиент. Досым, сен что-то дейтін түнімен ұйықтамаған сияқтысың ғой. Басқа біреудің ютубтарын көріп па? Саған скидка, никакой скидка. Ал мынау дейтін бодрый. Менің бір прикольный видеоларын көріп кәміске. Смело ұйықтаған адам ғой, достар. Біздің ақ жинайсызды сұрамыз. Сосын достар, бізде 2380 теңге болыпты.
Biz onu әрине нелер сатып алатын боламыз 45. Достар, если толтыруды қалай екенін білмесеңіздер, 1 деген санды басасыздар, немесе былайынан нені соткамен ойнатқан адамдар болса, мына жақта сол жағында 1 деген сан тұр, соны басасыздар, өйстіп толтыруға болады. Мынандайдан 27 тал. 27 тал алу керек ойыншықтан. Достар, что-то мен көп ойыншық қойып қойдым да, андай тәттілер. Мен осыдан кейін достар, мен не жазып кетті. Осыдан кейін алма сондай қояды боламын, достар. Өйткені балаларға көп тәтті жеуге болмайды, достар. Бірақ мен шынайы өмірінде тәттіні көп жеймін. Сіздер бір кесе шайға қанша қант қосасыз, достар? Ал мен бір кесе шайға где-то 3-4 сондай қант салам, қасық. Достар, если сіздер лайк басып кішкене поддержка берсеңіздер, олай дейтін де қоямын, достар. Біз чипс сама бір бәле, достар, 24 алу керек. Бұндайдан артық болмаса, кем болмас. Аламыз. Кішкене толтырамыз, достар. Толтырып тұру керек, достар. Сосын біз кішкене стеналарды бұзайын деп отырмын, достар, менің план бойынша. Ал мынау 45 тал бұлайда жетеді. Кетіп, достар, осыны бұзамыз ғой деймін. Әйтпесе болмайды. Достар, біз қазір стенаны бұзып тастайтын боламыз. Мынаны бұзамыз. Есікті бұзған негізі. Біреу келіп кетті, бір онлайн адам ойнайтын. Жарайды, ол да біздің подписчик шығар, может. Ол да мен сияқты бірінші рет ойнап отырмын, достар. Артын алмай қойым, себебі алты жағы бірінші кеңейтіп алғаным дұрыс сияқты деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар, достар? Комментарияға жазып кетіңіздер. Бірінші қай жағын ұзартып, не заттар сатайын, бүткіл айтқандарыңызда, достар. Біздер, достар, менде Roblox'та көп прикол жиналып қалды. Если Roblox'тан күшті бір приколдар көргілеріңіз келсе, лайк басыңыздар, достар. Ол жай прикол емес, достар, мен күні-түні ойлап шығарам. Әртүрлі Roblox'тарды ойнап кәдімгідей қандай прикол шығарсам болады екендігі. Монтажбен болады ол кезде, достар. Без монтаж өте қиын болайын деп тұр. Бірде-бір просмотр жиналмайды. Сол үшін монтажбен болайын деп отыр. Кетіп, давай, достар. Менің ойымша бұл ең қызық сатушының өмірі болды деген ойдам. Еще дейтін ең ұзақ. Сол үшін, достар, аман есен болыңыздар. Әсіресе менің подписчиктерім. Бірақ қалғандарыңыздар аман болсаңыздар ештеңе етпес. Сосын өз қателіктеріңізді түсініп, маған подписаться ететін шығарсыздар, достар. Давай подписаться етіңіздер, және тегін Roblox'тар алып кетіңіздер, достар. Уже мен біреуге Roblox берейін деп отырмын, достар, тегін Roblox. Менің каналыма тіркеліп, уже комментарий жазып жүр екен, соған берейін деп жүрмін. Сосын кестесі лайк, достар, лайк. Достар, мен Roblox'ты қалайынан алады екенімді білгілеріңіз келсе, лайк, подписаться етіңіздер, достар. Сосын менің өз секретімді айтатын болам. Бірақ ол где-то бір 100 подписчикқа жеткеннен кейін. Әйтпесе ол болмайды. Қазына жайдан жай ашылмайды демекші. Менің де құпиям босқадан ашылмайды, достар. 100 немесе 150 подписчик болсын, достар. Бұл смело айтып, не істейтін болам.
Sizlerмен болған мен Roxy достар. Лайк басып, әрқашан күліп жүріңдер достар. Сау саламатта болыңыздар.